Армысыздар, құрметті көрермендер, эфирде балдай тәтті балаларға арналған Балалы үй базар бағдарламасы. Оның жүргізушісі мен Рахман Омар. Әкесі 3 жасар баласына еңбек етсең ерінбей, тояды қарның тіленбей деген екен. Сонда баласы, әке, мен өсіп еңбек еткенше аш жүруім керек пе депті. Міне, баланың бұлдырлаған тілі жанға дау екені сөзсіздей отырып, бүгінгі бағдарламамызды бастаймыз. Сонымен біздің бүгінгі хабарымыздың қатысушыларымен бәріміз бірге таныс болайық. Сол жақтағы топ Асылбек Ысқақов және Исаева Аида. Шамшырақ тобының мүшесі Асылбек қазақ өнеріне өз үлесін қосып жүрген әнші. Бос уақытында достарымен бас қосып, бильярд ойнап тұруды әдетке айналдырған. Ал оның жұбы Аида ерке тобының әншісі. Бос уақытында би билеп, кейде қолына қарындашын алып, сурет салғанды ұнатады. Арманы елімізге танымал әнші болу. Ал оң жақтағы топ Ринат Тәттібай және Аилита Алиева. Ринат телевизия саласында еңбек етіп жүрген әріптесіміз, қолы қалт етсе қарындашын алып сурет салғанын ұнатады. Өмірде артқа бұрылмай тек алға қарау деген ұстанымды жақсы көреді. Ал оның жұбы Аилита ән шырқағанды жаны сүйетін әнші қызымыз. Дүкен аралауды, ас үйде жүріп тәтті тағамды әзірлеуді ұнатады екен. Таныс болыңыздар. Сонымен біздің бағдарламамыз бірнеше айналымнан тұрады. Ең алғашқы айналымға қош келдіңіздер. Ой салу айналымы. Ой салу ойынның ережесі өте қарапайым. Экранда балалардың жасырған сөздерін табуларыңыз керек. 3 рет түсіндіреді, бірден тапсаңыздар 15 ұпай, екінші мәрте тыңдап тапсаңыздар 10 ұпай, ал үшіншісі 5 ұпаймен бағаланады. Сол жақтағы топтан бастаймыз. Егер әрине жауаптарыңыз дұрыс болмаса, кезек қарсыластарға көшеді. Сонымен дайынсыздар ма? Асылбек, Аида, экранға назар аударамыз. Сіздерге алғашқы сұрақты қоятын Бек Сұлтан Тыныштық және Әласқар Қапалбек, Алихан Райымбек және Ақлима Нұртаева деген бүлдіршіндер. Тыңдаймыз. Ой, деген кәдімгі ой көретін. Ой, фильм көретін, тағы мультик көретін, кинотеатр көретін, бір билетін, опатан да билетін. Еще опатан сатикен бір алымы момыт бұл. Еще опатан да чикен қастырықты естіп қопты. Еще опатан да чикен алықы момыт ечиді. Ал, содан не түсіндіңіздер? Асылбек, Аида? Біздің ойымызша теледидар. Теледидар. Неге теледидар? Мультик көретін деді, кино, театр көретін деді. Балалар өтірік айта берді олар? Әрине 15 ұпай алатын сәттен қағылдыңыздар. Ендеше осы сөзді жасыратын Сұлу Өмірбекова және Лаура Рақымжан 4 жаста, Таип Байдасов және Айбар Рахымбек. Ринат, Аилита, тыңдаңыздар. Таматтан тарып, айдарым жүріп, айтара сақын, орамайын дүжіп, ажару арам пастан таятты, оқырайды астама. Ой, жино, ұппақа мастайды соғы, аны бейжелді. Бей, ой, сұғой, аны доқтырдағы өлем бар, сосын, аны полиция өлем бар, сосын, аны ақ өлем басын. Сен басқа өлем жоқ менен, только басқа өлем. Менде бас инамда опа ганапсане бар. Иә, біздің әрине елімізде ел ұранынан кейін атақты ән Оппа Гам-Гам Стайл, е? Сонымен не айтқысы келіп отыр екен біздің бүлдіршіндер? Білмеймін, менің ойымша радио деп ойлап кеттім мен. Неге радио? Білмеймін, біріншілерде ән айтты, екіншілерде ән айтты. Бәрі ән айтқыш. Радио. Әрине радио. Радио, дұрыс, әрине. Радио екен, неге?
Қандай керемет сәт, 10 ұпай ол аз емес, сіздерді қазірге 0, ештеңе жоқ. Енді Ринат, Аэлита кезек сіздерде тыңдау. Келесі сөзді жасыратын Бексұлтан Тыныштық және Алиасқар Қапалбек 5 жаста, Зере Сапаржан, Айзере Райымбек жасырады. Тыңдаңыздар. Бұл кезде ол былай билеген көрсетем. Мамамның беліне ұстаған былай, билеген былай. Сенші, мен билеген жоқ. Балалар қыздармен билейді. Әдемі көйлектер киеді қыздар. Балалар әдемі салбар тиеді. Мен өткенде ғана кино көрген үлкен адамдар бірге билеген. Иә, содан қандай жауап бар? Біздің ойымызша бұл вальс. Өйткені үлкен ағаларым Енді жаңа бірге құшақтасып билейді деп жатыр. Одан кейін бір классикалық костюм шалбарлар киеді деп жатыр. Одан кейін қыздар деген әдемі көйлектер киеді дейді. Нағыз би өнерінің падишасы вальс биін ұмытқалы қанша уақыт өтті. Әрине вальс би екен. Ұпайларыңыз тағы да көбейді. Асылбек Аида ат салсыңыздар, өткені кезеген сіздерге де келіп жетті. Сөзді жасыратын Тайып Байдасов және Айбар Рахымбек деген кішкентай балалар. Қандай сөз? Ой! Я болатыр бешетін, нандай доппа, нандай бар. Мен емде нандайтын чизеуде нандай бар, сүй нандай. Бұл жақта спортшы бокста бар. Спорттап күшті ғой. Бұл жақта спорт бар, сүй бокста нандай бар, шайықчы вақтыратында. Сүй анандай бір әшеге вақтырады ғой, сүй бір адамды кесіп тастады ғой жаны. Мен осындай көрген бір адамды бетін кесіп тастаған ғой. Иә? Біз не түсіндік сонымен, Асылбек Аида? Мен түсіну бойынша спорт зал айтып тұрған жоқ па? Спорт зал дейсіз ба? Иә. Сәл жақындадыңыз. 0 ұпай, сондықтан да кішкене сіздерге жаным ашып отқан ғой енді. Жақындадыңыздар. Не айтқысы келіп отыр сонда балалар? Доп емес па? Доп. Арғарай тыңдайық онда. Арғарай, Ринат, Аэлита сіздерге осы сөзді жасыратын Иманғали Амангелді, Нұрмұхаммед Әліқұл және Сұлтан Байбатшаев, Шыңғыс Байрақұлов. Тыңдаймыз. Мен білем сөзақта бір адамдар, бір камерадағы адамдар ойын істейді, сосын айтады, мынау сияқты айтады. Ойынға бастауындар. Дайындауындар. Бастауындар емес. Анақтан санамен жүгірет атады. Жүгіреді. А еще бетпен жүреді. Екі адамдар біледі. А еще қайықпен жүзеді. Машинамен айдайды. Иә, содан жауап барау деймін шамасы, Ал, сен жауап бер енді. спортсмендер шығар. Спортшылар, иә? Иә, спортшылар. Басқа? Әлде бір спортшылар не болмаса бір спорттық ойындар. Менің ойымша қыстық спорттық ойындар сияқты. Қыстық па? Жоқ. Немесе олимпиада. Әрине олимпиада. Олимпиада деген сөз. Көрдіңіздер, мен бағана доп дедіңіз, спорт зал дедіңіз. Мен енді жақынырақ деп қоям, ақырында бүйрегім бұрып отыр. Сонда да енді сіздер таба алмадыңыздар. Ринат пен Аэлита 35-те 0 ұпаймен алда. Дегенмен де әлі тағды осы айналымдағы сұрақтар таусылған жоқ. Кезек оң жақта. Бірлік Тамирис және Жахангер Сәбит, Иманғали Амангелді, Нұрмұхаммед Әліқұл деген балалар сөз жасырады. Тыңдаңыздар. Кезек сіздерде. Кішкентай үлкенде бар. Оларда сүйек бар. Даже артындағы құйрығында да бар сүйек. Барлық жерінде сүйек бар. Ой! Бұша қайық жоқ кезінде ағаштан жасалған. Ой! Бұша ағаштан түсіп болғанда. Ой! Бұша қайық жасап болған. Шо қайыққа
жаққа кіріп кетті. Шошын адамдар осы жаққа келген. Ой, олармен бірге осы жаққа келген. Иә. Мен осы Содан? үш адам дейді. Көздеріңіздің Шынымды айтсам дым түсінген жоқ. дым түсінген жоқсыз. Жасырмай қой мен. Мұқият тыңдау керек қой. Мектепте қалай оқыдыңыз? Жақсы. Нормально оқыдық. Сонымен жауап бар ма? Не, қайық, Өзен дей қайық саламын бар, мен. қайық. Мен өзен дей саламын. Қалай? Өзен ба, су ма, сондай. Өзен су бе, арнасы ма? жоқ, ендеше кезек сіздерге ауысады. Сіздерге осы сөзді жасыратын Ильяс Серібай, Елнұр Әуелбек, Айым Айдар, Айдана Смағұлова. Ал тыңдаймыз. Ғұжабай Жанова. Сөйтіп, сен оған жақындасаң шума болып қаладысың. Сөйтіп сен өліп қаласың. Ой, Жердің астында жүреді, түнде де жүреді. Олар шиқылдайды. Би-би-би-би-би деп. мұсырда пакетта тесет. Тамақтарды кеміреді. Ол үйге кіріп кетсем мысық ұстау керек. Өйткені мысық аулайды. Содан енді одан артық не керек деген екен ғой. Асылбек, Аида. Ол жерден ұстамайды ғой. Жер астында жүреді екен, үстінде де жүреді. Жер астында жүреді. Жануар ғой. Ең соңғы сөзді мұқият тыңдасаңыздар жауабы бар еді. Сонымен не ол? Жылан ғой. Жылан? Жыланның шиқылдаған бірінші рет естіп тұрмын. Кезек өздеріңізге ауысады, асықпай тыңдаңыздар. Санжар Мырзабеков, Әлішер Өтемісов деген балаларымыз жақсы, ең жеңіл түрін көрсетіп айтады сіздерге. Тыңдаңыздар. Ой, деген ол мысықтан қасады, сырды дейді, тағы да ол қу, тағы да ол алда болады, үйде де болады, далада да болады, ауда да болады, тағы да басқа жерде де болады. Тағы да ол мысықтан қасады, кішкентай құйрығы ұзын, тағы да ол кухняға барады. Содан кейін тамақ алады, содан кейін жейді. Бұйым ғой, бақта мен білмеймін. Ол жейді, бірақ мен білмеймін, тағы қайда болады. Сонымен жылан шиқылдамайды ғой. Не Біздің шиқылдайды? жауап тышқан немесе егеу құйрық. Мұқият болыңыздар, мінекей алғашқы айналымның жеңімпазы анықталды әрине. Дегенмен де Асылбек, Аида мойымаңыздар, алда келесі айналым, оның атауы түсіндірме. Дәл қазір мен сіздерге бір сұрақ қоям, соған 4 жауабын берем. Ол сұраққа қатысушы жауап беру тиіс. Әрине балалардың жауабы мен сіздердің жауаптарыңыз сәйкес келу керек. Сонда әрқайсыларыңыз 5 ұпайдан жинай аласыздар. Сонымен Асылбектен бастайық. Жануарлар не үшін күлмейді деп сұрақ қойған екен. Балалар мынандай жауап берген екен. Олар күле алмайды. Бірінші нұсқа. Екіншісі, олар қатал, күлсе ұят болады. Үшіншісі, олар адамдарға күлмейді, бір-біріне қарап күледі депті. Төртіншісі, олардың әрқашан көңіл күйлері жоқ екен. Сонымен Асылбек, қайсын таңдайсыз? Екіншісі қандай? Олар қатал, күлсе ұят болады. Осы нұсқаны қабылдайсыз, е? Жақсы. Аида, сіз ше? Мен де сол нұсқаны. Баланың тілімен айтқанда. Баланың тілімен айтқанда солай ойлап тұрсыз, Солай е? ойлап тұрмын. Ал жақсы, Ринат. Олар бір-біріне күлетін сияқты. Олар адамдарға күлмейді, бір-біріне қарап Иә, күледі. бір-бірімен жауап. Үшінші нұсқаны қабылдадыңыз, е? Сіз ше, Айлита? Жануарлар не үшін күлмейді? Біріншісі, олар күле алмайды, е? Бала болсам, солай ойлар едім дейсіз ғой. Сонымен, дұрыс жауабын беретін Бірлік Тамирис және Жахангер Сәбит деген балаларымыз. Қандай сөз екен? Олар жабайы аңдар. Жануарлар күлмейді, өйткені оларда тілі жоқ. Дұрыс. Айлитаның жауабы дұрыс екен. Олар күле алмайды екен, көрдіңіз бе? Тағы да өздеріңізге, ұпайларыңызға 10 ұпай қостыңыздар. Алда 0-45 пенен әрине Ринат пен Айлита озып шықты. Дегенмен де мүмкіншілік мол. Асылбек, Аида, көңіл күйлеріңіз түспесін. Келесі айналым кім жылдам айналма?
Қай топ шапшаң болса, сол топ жеңеді. Қазір бейнероликтен баланың айтқан сөздерін тыңдап, дұрыс сөзді табасыздар. Бірінші жауап беру үшін үстелдегі қызыл тетікті жылдам басу керек. Дұрыс жауапқа 20 ұпай беріледі. Ал қате болса, келесі топ дәл сол бейнероликті аяғына дейін тыңдайды да, дұрыс жауап берсе, 10 ұпай алады. Сонымен, дайынсыздар ма? Бірақ асығамыз деп, қателік істеп қоймаңыздар. Сіздерге сөзді жасыратын Иманғали Амангелді және Нұрмұхамбет Әділқұл 5 жаста, Шыңғыс Байрақұлов және Сұлтан Байбатчаев 6 жаста. Қандай сөз екен? Сақ болыңыздар. Ой, болса шырғанақ бот. Қасан тауда қасқырлар болады. Мұз қар болса, мұз болса, сырғанайсың, сосын қасқырлар тайғанып кетеді. И бір жағын артылады. Аяққа тиетін нәрсе. Бірінші басқан Асылбек үлгерді-ау. Қазір енді ұпайда көбейіп қалуы мүмкін. Сонымен Асылбек, қалай сіз ойлайсыз? Қалай айтады? Ана аяққа киіп Коньки. Коньки, әрине коньки ғой. Дұрыс. Өте жақсы. Мінекей, қарқын жаман емес, 20 ұпай бірден берілді, 20-да 45. Енді келесі сөзді жасыратын Санжар Мырзабеков және Әлішер Өтемісов 5 жаста, Зере Сапаржан және Айзере Райымбек атты балаларымыз. Қандай сөз екен? Тыңдаңыздар. Ойын айтады онымен. Радио. Тағы да мінекей қараңыздар, Асылбек пен Аида бірден басып үлгерді. Бұл не екен? Қандай сөз? Микрофон емес па? Асыққан ненің ісі? Асығып қойдыңыздар. Арғарай аяғына шейін тыңдаңыздар. Емін еркін жауап беруге мүмкіншілік бар. Тыңдаймыз балаларды жақсылап. Радиомен айтады. Мегафонмен айтады. Ол телефоны қойып айтады телевизорге. Тағы да онымен ойын айтуға болады. Ойнауға онымен болмайды. Дискті оны компьютерге қояды. Содан кейін оны айтады. Микрофонды алады, телевизорге қарап айтады. Адамдар өлең айтады. Бір адам айтса, содар біледі. Караоке. Неге қиналдыңыздар сонша ма? Аяғына дейін көру керек деп күтіп отырмыз ғой. Дайын болды ғой енді. Өте жақсы. Дұрыс. Караоке екен. Әрине. Біздің жастардың жиі баратын жері караоке. 20-да 55 қалыс қалып атсыздар. Асылбек, Аида. Енді тағы да 2 сөз бар. Соның келесісін жасыратын Шыңғыс Байрақұлов, Сұлтан Байбатчаев 6 жаста, Тайып Байдасов, Айбар Рақымбек 4 жаста. Тыңдаймыз. Дайын отырыңыздар. Аны болғанда ағақ кимек болмайды, татыға пивосыге болмайды. А то сен жеңе алмайсың. Спортшы ғой. Туристер спортшы қашқы істеп жүрмес. Бұл жеңе спортшы ғой. Ашина туристер дақтақ. Жоқ. Аналай. Көбі. Оны жігіт жадамар туристері. Біз жетеді қалдық жігітке. Біз қаламетті өткізуіне өшін дедім. Пишаққа кейіп түбілесет. Ол барақсын. Асылбек мырза, жерден жеті қоян таптыңыз-ау деймін. Қалай? Бокс емес па? Бокс емес, бокс әрине. Ринат, 40 ұпай қандай тамаша. Ринат, сіздер неғып баспадыңыздар? Мен андай көліктермен жарысып. Көліктер соғысады деп ойладыңыздар. Көлікте отырмын мен ендеше. Қолғап деген кезде Асылбек басып үлгерді. Қандай тамаша. Енді қараңыздар, соңғы сөз қалды. Нұрбек Арыстанбек 5 жаста, Ұлықбек Ахметов 5 жаста, Мадияр Алтай 6 жасар, Әділжан Әбдіғаппар 6 жасар. Қандай сөз? Düşet. Das Bios болады. Das Bios düşet. Ой.
шықта. Ой, тас. Он жетінде бал. Ой, сиырдан арады. Оны нанмен жейді, нанмен сүт сауып. Иә, басып үлгерді. Аэлита. Айран. Неге айран? Қарныңыз ашып отыр ма не? Биос. Биос, яғни оның нағашысы, туысқаны, ол әрине айран екен, айран. Дұрыс, айран. Дегенмен де 40-та 75 әлі қуып жетуге мүмкіншілік бар. Сол үшін біз сөз жасыру айналымына да келіп жеттік. Жүргізушінің, яғни менің көмек сөздерім арқылы 45 секундтың ішінде жасырылған сөздерді табуларыңыз керек. Топ мүшелерінің біреуі ғана жауап береді, ал екіншісі көмектеседі. Ұпай аз жинаған топтан бастаймыз. Сонымен сіздердің ұпайларыңыз Аида, Асылбек аз, сонымен бір адам ғана жауап береді. Аида, сіз ба? Тез шешімге келіңіздер. Аида, егер білмесеңіз, арғарай дейсіз, арғарай оқи береміз, басқа сұрақтар жеткілікті мол. Сонымен Аида дайын болсаңыз, бастаймыз. Ол алтын қолға тағады, мамалар мен әжелер тағады. Сахина. Суда жүреді, үлкен болады, балықтардың барлығын жеп қояды. Акула. Оны ағалар ойнайды. Теледидардан көрдім, таяқпен шарды тесікке кіргізеді. Хоккей. Жоқ, бильярд. Оны адамдар ұстайды. Төбе сияқты, жаңбыр жауғанда керек болады. Зонтик. Қолшатыр. Ол адамдарды Астанаға апарады. Ұшып жүреді, ұшаққа отырады. Ұшқыш. Оны балалар мен папалар ойнайды. Домалақ, футбол үшін керек. Доп. Оны тыңдамасақ ұрысады, балабақшада болады, ол сабақ үйретеді. Апай. Ол қазақта бар. Қыз ұзату, тұсау кесу, дәстүр. Тойға бару үшін сондай жасау керек. Оны қыздар жасайды. Тырнақтарын үлгермей қалдық. Уақыт өтіп кетті. Әне ол маникюр еді. Бірақ сондай әдемі, жылдам, шапшаң жауап бердіңіздер. Енді кезек сіздердің жұптарыңызды кім айтады? Бірге. Яғни біздің хабарымыздың жалпы өзгерткілеріңіз келді ғой. Біздің айналымның ережесін. Екеуіңіз бірге. Ал көрейік. Онда бастаймыз. Оны жейді, шайға қосады. Ол ауырған адамдарға керек. Бал. Кәрі адамдарда ол ақ болады. Олардікі қысқа болады. Шаш. Ат, дұрыс. Ол орманда өседі. Одан есік жасайды. Оны сырлайды. Ағаш. Суда жүреді. Тоқ сияқты соғады. Саңыра құлаққа ұқсайды. Медуза. Ол қызыл болады. Ұшады. Бүлдіргенге ұқсайды. Дальше. Ол жабысып тұрады. Оны тоңазышқа іледі. Бетінде суреттері бар. Магниттіктер. Ол сынып қалады. Одан терезе жасайды. Оны ұстасаң қолың қанап қалады. Шыны әйнек терезе. Ол кір қолда болады. Жуылмаған жеміс жидектерде болады. Бактериялар. Микроб. Ол сабыннан пайда болады. Оны үрлеуге болады. Ол ваннаның бетінде қалқып жүреді. Шарлар андай. Сабыннан жасалған шарлар. Қалай? Қалай? Уақыт өтіп кетті. Уақыттарыңыз өтіп кеттік. Әрине көпіршік деп айту керек. Сабына жасаған. Мінекей қараңыздар, қымбатты достар, қадірменді жас көрермендер, үлкен көрермендер, 70-те толыққанды 100 ұпаймен Ринат пен Аэлита алдыға шықты. Біздің жеңімпазымыз атанды. Ендеше Ринат, Аэлита, достықтарыңызда ешқандай мін жоқ екеніне менің күмәнім жоқ. Дегенмен де жеңімпаздарымызға арнайы тұрмысқа керекті техника мінекей сіздерге сый-сияпатқа. Жеңістеріңізбен құттықтаймыз. Сүт сататын әйелдің үйіне сүт алушылар келіп тұр екен. Сол кезде кішкентай баласы жүгіріп шығып, қазір кішкене күте тұрыңыздар, анашым сүтке су құйып жатыр деген екен. Міне балалы үйдің ұрлығы жатпас деген осы болса керек. Сіздерге айтарым ағайын, жүздеріңнен көрем шатты қарайын. Осылай болсын әрбір күнің, әр айың, қадамдарың сәтті болсын балалар, тілектерің қабыл болсын ағайын деп сіздермен келесі аптада жүздескенше қош сау болыңыздар деген келеді.